Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Құрметті жамағат. Жақын отыра беріңіздер. Бүгінгі сабағымыз фиқ дәрісі, фиқ сабағы. Біздер өткен сабағымызда азан бабын өткен болатынбыз, намаздың уақыттарын. Біз намазға түстік уже. Алдында дәрет бабын толын аяқтадық, намаз бабына түстік. Білесіздер, намаздың шарттары бар, рүкін деп те айтады. Сыртқы парыздарын шарт деп айтады, шарты. Ішкілерін рүкін деп айтады шариғатта. Сыртқы қанша парыз бар еді намаздың сыртқы? 6 парыз бар, е? Ішкі 6. Жалпы 12 парызы бар. Соны бірінші 6-ны шарт деп айтады, намаздың шарттары. Ал екінші ішкі парыздарын рүкін деп айтады. Бірақ ешқандай одан да айырмашылық жоқ. Шарт деп айтады, рүкін деп те айтады, парыз деп те айтса да болады. Оның ешқандай таласатын ешқандай мәселе жоқ онда тұрған. Енді намаздың шарттары біріншісі қандай еді? Имам Худури айтады: "Яджибу алал мусалли ан юқаддима тахара минал ахдаси вал анжас ала ма қаддамнаху." Намаз оқушыға, намаз оқитын адамға уәжіп болады, міндет болады хадасаттан. Хадасат деген білесіздер, дәретсіздіктен таза болу, вал анжас, нәжасаттан таза болу. Осы намаз бабынан алдыңғы сабақтарда өткенбіз. Дәретті қалай алады, қандай кезде дәрет бұзылады, нәжасатты қалай кетіреді, осы баптарды біздер дәрет сабағында, дәрет алу, тахарат сабағында біздер не алғанбыз, өткенбіз. Енді нәжасаттан не таза болу керек? Киімдеріміз таза болу керек, намаз оқитын жеріміз таза болу керек біздердің. Және біздердің толық дәретіміз болу керек. Намаздың парыздардың бірі. Одан кейінгі парыз, яғни тазалық жайында да Аллах Тағала Құран кәрімде көп айтқан ғой. Сіз білесіздер, "Васиябака фатахир" деп келеді. Муддассир сүресінде, астағфируллах, киіміңді таза ұста дейді. "Ва ин кунта джунубан фаттахару." Егер сендер жүніп болсаңыздар, ғұсыл міндеттейтін жағдай болатын болса, онда сендер ғұсыл алыңдар дейді. Жуыныңдар, тазалыңдар деген сияқты көптеген аят бар. Және Аллах Тағала Құран кәрімде де тынбай руку және сәжде жасап намаз оқитындар менен, тауап жасайтындар үшін үйімді таза ұстаңдар дейді. Яғни тынбай руку және сәжде жасап намаз оқитындар мен тауап жасайтындар үшін үйімді таза ұстаңдар деп Аллах Тағала Құран кәрімде айтқан. Және үйімді таза ұстау деген бұл жерде жаңағы намаз оқитын орынның таза болуына дәлел болып тұр жаңа аятымыз. Енді одан кейінгі парыз уайстуру аурата, әурет жер жабық болу керек. Әурет деген білесіздер, о не екен? Ұятты жерлер. Әурет жабық болу керек. Енді ер адамның әуретін айтып отыр бұл жерде. Ма тахта сурра иля рукбати ва рукбату минал аура дейді. Әурет дегеніміз ер адамның әуреті, ер адамның ұятты жері кіндіктің астынан басап тізе жабық болу керек. Сол тізе не болады дейді? Әуретке жатады дейді, ұятты жерге жатады дейді. Ең кемінде дым кем жоқ болған адам кемінде кіндіктің астыменен тізесі не болу керек екен? Жабық болу керек. Сондай кем болатын болса, біз намаз оқуға не болады? Жарамды болады. Егер оны жаппаса, онда ол әурет жер ашық болып есептелінеді. Ол кезде намаз дұрыс болмайды. Соның үшін ең кемі кіндіктің астыменен тізе жабық болу керек екен. Біздің Ханафи мазхабында. Ал кейбір мазхабтарда, мысалы Шафиғиларда тізе әуретке кірмейді. Мысалы Хамбалиларда тіпті жамбастың өзі әуретке кірмейді. Біздің Абу Ханифа Ханафи мазхабы өте әдепке мән берген ғой. Әдепке мән бергенде намаз ол Алланың алдында ең ұлы құлшылық болғаннан кейін, ең ұлы әлемдердің патшасы, әлемдердің Раббысының алдында тұрғаннан кейін, осы тізенің өзін әуретке жатқызған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Тізе әуреттен деген Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі тізе менен кіндіктің арасы әурет деп айтқан хадистер бар. Абу Ханифаның болсын, кез келген фиқ ғалымдарын болсын, кез келген мәтіндеріне міндетті түрде ол Құраннан, сүннеттен дәлел міндетті түрде болады. Жайдан жай айта салмайды оны. Енді әйел адамның әуретіне келетін болсақ,
бұл жерде хур деп келеді, яғни азат әйел. Азат бұрындары құл болған ғой, жаңағы күң деген нәрсе болған. Енді қазір уақыттарында ол жоқ. Оны ислам діні, біздің дініміз оны күң деген нәрсені, құлдық деген нәрсені толығымен жоқ қылды. Білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көптеген мысалы каффарат, оразаны ашып қоятын болса, жаңағыдай антты бұзып қоятын болса, қандай да бір кейбір шариғатта тыйым салынған нәрсені істеп қоятын болса, бір құлды азат ету деп соны көп не қыла берген. Міне сол себепті шариғатымыз құлға, күң деген нәрсеге қарсы болғаннан кейін міне осы нәрсе қазіргі күнде жоқ. Күң деген, құл деген нәрсе жоқ. Енді сол үшін міне жерде азат әйелдер келтіріп отыр. Азат әйел кәдімгі өзіміздің қыздарымыздың, әйелдеріміздің әурет жері, бүкіл жері әурет дейді, тек қана оның алақаны, қолы бар ғой, мынада. Қолы әурет емес, және жүз әурет емес. Содан басқа жерінің бәрі әурет, сосын тобығыдан төмені әуретке жатпайды. Ұятты жерге жатпайды. Сол жерлерден басқасының бәрі, бүкіл жері не болады? Әурет болып есептелінеді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңа етеккір келген әйелменен кемекшексіз оқылған намаз қабыл етілмейді дейді. Етеккір болып тұрып оқылған намаз және кемекшексіз оқылған намаздың бәрі не болмайды дейді? Аллах тағаланың алдында қабыл болмайды дейді. Түсініңіздер ғой әйелдің әуреттерін. Шашы, әйелдің әуретін бәрі, шашы бәрі не болады? Әурет болып есептелінеді. Ұятты жер болып есептелінеді. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعِيدِ الصَّلَاةَ. Кімде-кім киімінде нәжас болатын болса, киімісте нәжас бар. Нәжасты білесіздер ғой, анау 4-тен 1 деген сияқты. Жалпы киіміміз намазға жарамсыз да. Бірақ одан басқа ауыстыратын киіміміз жоқ біздің. Басқа ешқандай киім табылмады. Ауыстыратын киіміміз жоқ. Сондай кезде не істейміз біздер? Сол киімменен намазымызды оқи береміз. Сол үсте нажасат болса да намазымызды оқи береміз. Демек шариғатымыз намазды тастап қоюға ешқандай не жоқ? Рұқсат жоқ екен. Уақыты келді ма, киіміміз нәжасат болды ма, басқа киім жуатын нәрселер, денедегі, киімдегі нәжасатты кетіретін нәрсе таппады ма, сол киімменен біз не қыламыз? Намазымызды оқи береміз. Егер мысалы намаз оқып болғаннан кейін біреулер келді, жаңа киім әкелді, намазы жаңа киімдеріміз табылды, немесе нәжас тазалайтын су бір кетіретін заттар тауып қалды, ондай кезде біз намазымызды қайтып оқымаймыз. Намаз уақыты, әлі уақыты бар болса да, біз намазды қайтып оқымаймыз. Өйткені Аллах Тағала адам баласына ауыр нәрсені жүктемейді. Біздің дініміз жеңілдің үстіне құрылған. Аллах Тағала Құран кәрімде не дейді? Стайзбилля, ла юкаллифуллаху илля нафсаха. Яғни Аллах Тағала адамға көтере алмайтын нәрсені не қылмайды дейді? Жүктемейді дейді. Соның ішінде біздің дініміздің, шариғатымыздың әдептерінің бірі, міне адам баласына қандай жағдай болса да намаз оқу керек екендігі айтылып отыр. Киім нәжас болса да, басқа киім таппаса да, сол киімменен намаз оқи берсек болады екен. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُمِيءُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. Егер намаз оқитын бір адам ешқандай киім жоқ, кезінде сахабалардың кезінде болған ғой, ешқандай киім болмаған сахабалар болған. Мысалы бір айдалада жүрген кезінде бір қандай да бір жыртқышпенен немесе қандай да бір жағдайға байланысты ұрлап кетуі мүмкін, шомылып жүргенде ұрлап кетуі мүмкін киімдер. Сондай бір жағдай кездерінде үстімізде киетін ешқандай киім жоқ, біреудің болса да киіп тұратындай ешқандай киім жоқ, намаз уақыты болды, өтіп кетейін деп тұр намаздың уақыты. Сондай кездерінде біздер не қыламыз? Жалаңаш күйде намаз оқи беруге болады. Көрдіңіз бе? Тіпті үстіңізде киім жоқ болса да намазды қаза қылмаңдар деп отыр. Киім жоқ болса, мен үстінде ешқандай киім жоқ, намаз оқымайсам болады, кейін киім тапқаннан кейін оқимын, ұятты ғой деген нәрсе жүрмейді. Киім жоқ болса да намаз уақыты келді ма, не қылу керек екен? Оқу керек екен. Бірақ қайтып оқиды, қыблаға аяғын созып отырған күйде оқиды. Отырып, қыблаға аяғын созып, қыблаға жүзін қаратып отырып оқи береді, бірақ руку мен сәждесін ишараменен жасайды. Ишараменен. Өйткені ана қолменен әурет жерін жауып тұрады. Қолменен әурет жерін жауып тұрады. Отырған кезінде артқы жағы жауып тұрады. Алдыңғы жағы қолмен жауып тұрады да ишарамен оқи береді. Руку еттім, сәжде еттім деген сияқты ишараменен намазымызды оқи береміз. Егер ешқандай киім табылмаса. Бірақ тұрып оқуға да болады дейді. Бірақ абзалы, ең жақсысы не оқу керек екен? Отырып оқу керек екен. Намаздың кейінгі шарттарынан бірі وَيَنْوِي الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ تَحْرِيمَاتِ بِعَمَلٍ. Ниет ету керек. Намазға ниет ету парыз.
жаңағы намаздың шарттарынан бірі, кейінгі шарттарынан бірі намазға ниет ету парыз. Кімде-кім намазға ниет ететін болса, ниет етіп намазға кіретін болса, тахрим менен ниеттің арасында дүниелік амал істелмеу керек екен. Ең абзалы ниетті, тахрим деген білесіздер ғой, Аллаху акбар деп құлақты қағып айтады. Ниет еттік па, тезде Аллаху акбар деп құлақты қағып, қолды кіндіктің астына байлап намазға кіріп кетуіміз керек. Сол ниет еткеннен кейін жеп, ішіп, дүниелік әңгіме айтуға болмайды. Бірақ намазға байланысты амалдар болса, ол дұрыс болады. Мысалы, үйден шықтық намазға, жамағат намазға шықтық үйден. Мешітке намаз оқайын деп ниет етіп келдік. Соның арасындағы ұзақ уақыт қой енді, үйден шығып ниет етіп келдік. Бірақ соның арасындағы олар жарамды бола береді. Үйден ниет етіп шықсаңыз да намаз жарамды бола береді. Соны мысалы дәрет алып жатыр. Дәреттің өзі, біздердің дәретіміздің өзі намазға ниет ету. Ондай жағдайларда намазымыз дұрыс болады. Бірақ ниеттің арасында басқа дүниелік істер болатын болса, онда ол кезде болмайды. Сол үшін бұл жерде ниет пен тахримнің арасында ешқандай дүниелік, ешқандай намазға қатысты болмаған амалдар жасалмайды дейді. Ниет білесіздер, ниет жүрекпен ниет етсе де жеткілікті. Дауыстап айту шарт емес. Енді Шафии не мазхабтарда мұстахаб, біздерден кейбір неде сүннет деп келеді. Ниет етуші. Бірақ тілменен айту шарт емес. Ниет еттім 5 намазын 4 рәкат сүннетін Алла разылығы үшін оқуға деп айтып отыру не шарт емес. Бірақ қандай намазға ниет еткенін біз білдіруіміз керек. Қандай намаз? Асыр ба, шам ба, немесе нәпіл намаз ба, сүннет намаз ба, ол ажыралып тұру керек біздердің ниетімізде. Іштей ниет ету, басты жүрекпенен ниет ету міндет. Жүрекпенен ниет етуіміз керек. وَيَسْتَقْبِلُ قِبْلَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَائِفًا فَيُصَلِّ إِلَى أَيِّ جِهَةِ قَدَرَ. Одан кейінгі амал, ең соңғы амалдардың бірі қандай? Қыблаға қарау. Қыблаға қарап намаз оқу. Егер қыблаға қарау қауіпті болатын болса, немесе машинеден түскен кезінде су, жер, лай, киім білінетін болса, немесе қандай да бір қауіпті бір жағдайлар болатын болса, немесе ауру себепті ұзыннан төсекте әпшасын қыблаға қарау ешқандай мүмкіндігі жоқ, сондай бір жағдайда өзінің ыңғайлы тарапыңа қарап намазды оқи берсе болады. Егер сондай жағдайда. Ал басқа ондай себепсіз жағдайларменен бара салып қыбланы іздемесе намаз оқуға болмайды. Міндетті түрде қыбланы не қылу керек? Іздеу керек. Мына жерде жазды: "Фа ин иштабахат алейхи қибла ва лейса би хадрати ман ясалаху анха иштихада ва салла." Егер кімде-кім қыбланы таппаса, қыбланың қай жерде екендігін білмесе, немесе қыбланың қыбла жайында күмән болатын болса, сол айналада қыбланы білетін адам таппаса, қыбланың қай жерінде екенін сұрайтын адам таппаса, онда шамалайды. Енді біздерде бар ғой, күнге қарап істейді, немесе бір жаңағыдай компас дейді ғой, қыбланы анықтайтын сондай бір құрылғылар, сондай жағдайлар болмаса, ешқандай мүмкіндік болмаса, жаңағыдай күнге қарап, болмаса жаңағы көлеңкені бір күннің арқаға беріп, көлеңкеге қарап тұрып не қыламыз, сондай бір шарттар бар іздеу. Сондай менен әрекет жасауымыз керек екен. Қалай болса да қыбланы іздеуіміз керек. Мен айдалып тұрмын, қыбла қаяқта екенін білмеймін, примерно мына шығар деп оқуға болмайды. Іздеу керек, қарау керек, барша мүмкіндікті қарастыру керек. Егер сұрайтын адам болмаса, егер сонда ниет етіп іздеп тапқанын, примерно осы қыбла ғой, мысалға осы қыбла ғой деп іздеп, осы жүрегім сезіп тұр, осы қыбла екен деп қыбланы не қылса, ниет етсе, осы қыбла екен деп, онда не қылады? Намазын оқи береді, сол жаққа қарайды. Мысалы, көп адам болса, басын дауысқа қарайды. Мысалы, бір жанымызда 4 адам болып келе жатыр көшеде, намаз оқиын деп жатыр, бірақ қыбланы таппай жатыр. Үшеу айтты, мына жақта қыбла деді. Біреу айтты, жоқ, мына жақта деді. Онда үшеуінің пікірі, көптің пікірі алынады. Өйткені ол іздеді. Сол көптің пікіріменен бірге намаз оқи береді. Жалпы қыбланы іздеуіміз керек екен. Қыбланы іздеуіміз керек екен. Сол қыбланы тапқан қарай, қыбланы осы жақ деп примерно оқып, намазымызды оқи берсек болады. فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ بِإِخْبَارِ بَعْدَمَا صَلَّى فَلَا إِعَادَةِ عَلَيْهِ. Егер
намаз оқып болғаннан кейін бір кісі келді, мен қыблам мына жақта екен ғой, біз қыблаға қарап біз басқа жаққа қарап намаз оқытымыз ғой деп, оқыппыз ғой деп хабары келетін болса, онда намазымызды қайтар оқымаймыз. Алдыңғы оққан намазымыз жеткілікті. Өйткені біздер не қылдық? Қыбланы іздеуге әрекет жасадық. Қыбланы іздедік, тырыстық. Міне осы қыбла деп намазымызды оқыдық, бірақ оқып болғаннан кейін бір кісі келді, жоқ қыбла мына жақта екен дейтін болса, онда намазымызды қайтар оқымаймыз. Сол намаздың өзі, алдыңғы іздеп әрекет жасап оққан намаздың өзі жеткілікті болып есептелінеді. Егер қыбла намаздың уақытында айтылса, хабар келсе, намаз оқып жатырмыз, намаз оқып жатқан кезінде біреулер айтты, біз қыбла қарап намаз оқып жатқан жоқ екенбіз деп бір дауыс келді сырттан. Біз басқа жаққа қарап намаз оқып тұрмыз дейтін болса, намаз оқып тұрған жерінен қыбла қарап бұрылсақ болады. Намазды бұзбай-ақ, намаз оқып тұрған жерден қыблаға қарап оқысақ, намазымыз не болады екен? Дұрыс болады екен. Одан кейінгі шарт намаздың уақыты кіруі. Білесіздер, намаз уақыты кіргенде оқылады намаз. Уақытынан бұрын азан айтылса, уақыттан бұрын намаз оқылса, ол намаз дұрыс болмайды. Өйткені ол Құранда бекіткен. Намазды мұъмин мұсылмандарға уақыты-уақытыменен парыз етілді деген. Уақыты кірмей намаз оқуға болмайды. Түсіндіңіздер ғой? 6 шарты. Бірінші уақыт кіру деп, уақыттан басайық. Уақыт кіру, намаз оқитын жер және дәретті болу, намаз оқитын жер киім нәжісаттан таза болу, одан кейін әурет жауып болу, одан кейін тағы не? Қыблаға қарау, ниет ету. Міне осының бәрі намаздың 6 шарттарының бірі. Біліп алдыңыздар ғой? Енді одан кейінгі бұл намаздың сыртқы парызы деп айтады бұны. Білесіздер, намаздың сыртқы парызы. Осылардың біреуі дұрыс болмаса, біздердің ішкі руку, сәжде, ішкі парыздарын қанша орындасақ та ешқандай пайдасы жоқ. Сол үшін сыртқы шарт міндетті түрде орындалу керек. Сол кезде ішкі шарттары дұрыс болады. Енді намаздың ішкі парызы бар, ол да 6. Бірінші тәкбір тахрим. Бағана айтқан, ниет еткеннен кейін тәкбір тахримға Аллаху акбар деп кірдік па, болды. Сол намаздың ішінде дүниелік сөз сөйлеу, жан-жаққа бұлай қарау, дүниелік нәрсені ойлау, оның бәрі дұрыс емес болады. Аллаху акбар деп Аллаға байланыстық болды. Тәкбір тахрим деген міне осы біріншісі. Екіншісі қиям. Қиям білесіздер? Тік тұрып қолды кіндік астына байлау қиям деп айтады. Одан кейін қырағат қылу. Кемі ұзын бір аят, қысқа 3 аят көлемінде қырағат қылу парыз. Құран оқу. Одан кейін рукуды білесіздер. Одан кейін соңғы 5-ші сәжде, 6-ші әрбір намаздың соңғы отырысы. Соңғы отырыс ташаххуд мөлшерінде, ташаххуд ат-тахият, бұл айтқан ат-тахият көлемінде отыру. Міне осыменен намаздың біз 12 парызын айттық. Сұрақтар бар ма? Міне тәкбір тахрима, қиям, қырағат, руку, сәжде, соңғы отырыс. Міне 6 болды. Ол дұрыс емес. Әрине, ол сәжде кезетін ғылыми естейді ғой. Негізі дұрыс екен сәжде кезетші. Ол уақытты кіру керек намазды. Енді бірақ дым болмаса, енді сәждеге ешқандай жоқ болса, күнге қарап істеуге болады. Жаңа 5-ін өттік қой баяғыда, уақыттарынша. Әрбір көлеңкі өзінен 1 есе болса, 2 есе болса асыр кіреді, 1 есе болса 5-ін кіреді деп. Негізінде ол фиқх мәселесі бойынша солай көлеңкімен есептесе, бірақ уақыт кірген болып есептелінеді. Кіндіктен төмендеп тұр, егер екі сызық артқа екі сызық көрініп қалса болмайды ол кездерінде. Енді бұл әдептерінен ғой, енді бұзылды деп түтіге айта алмаймыз онша. Өйткені барынша әуреттерді жабуға тырысты, бірақ намаздың әдептері барды, әдепке мән беру керек. Шама ұзын көйлек егер іште тұратын болса, сыртқа түсіріп футболканы ұзынырақ киіп тырысып тұрған киіммен намаз оқу, тіпті кейбір тақуалықты, сұлулықты ұстанғандар тіпті харам деген. Тырысып тұрған намаз оқу, тырысып тұрған киіммен намаз оқушы. Тіпті жамбасты былай шалбармен өзімен намаз оқу дұрыс деп санамайтындар бар. Әдепке мән бергенде әдептері болардың бәрі.
әдеп бойынша негізінде кәдімгідей Алланың алдында тұрған сияқты. Мысалы айтады ғой, біздер көп мысал болды имамдар. Мысалы әкім алдына барғанда, қандай да бір мемлекет басшысының алдына барғанда, қандай да бір директордың алдына барғанда, қалай болса солай бармайсың дейді ғой. Барғанда әдемілеп, киімді киіп, сөйлейтін сөздеріңді дұрыстап, мына сөзден қателеспей, мынандай әрекет жасап қоймайын деп барасың да. Бірақ намазға келгенде ондай нәрсе қылмауымыз керек та, қалай болса солай киім кимеуіміз керек. Намазға келгенде шамалы көйлекпенен, болмаса шамалы жаңа киімдерімізді киіп барынша ше, кеңірек киіп, әурет ашылып қалмайтындай болу керек та, ұят жерлер ашылып қалмайтындай болу керек намазға келгенде. Иә, болады. Арқа көрінсе ештеңе етпейді ол. Не болып кетпесе болады, былай шалбар былай түсіп кетпесе болады, главным ше. Иә, кейбіреулер түсіп тұрады кәдімгідей ше. Олар намаз бұзылады шығар деп ойлаймын мен. Өйткені жамбасына ең түсіп тұрады ғой. Иә. Негізі ойында бұзады. Жоқ, сол оқыған адам намазы бұзылады. Ескерту керек. Иә. Тағы сұрақтар бар ма? Қой беріңіз. Жоқ, болады. Жұма намазы оқылмайды, бірақ бес намаз жамағатпен оқылай бересіз. Ешқандай проблема жоқ онда тұрған. Инстаграмда қойып отқан жоқ қой сұрақтар? Естіген адамда намазы бұзылады. Жоқ, естіген адамды бұзылмайды. Күлген адамды бұзылады. Егер дауыстап айналадағы естетін болса, намазы дәретте бұзылады. Егер өзі күлгені өзі естетіндей болатын болса, тек қана намаз бұзылады. Сақтап шетке шығарып тастап, болмаса біздер балаларымыз жатып алады қалымыз да, былай оқимыз ғой әйтеуір. Болмаса шет қашыңқырап оқимыз, сәл шеттеу ше. Проблема жоқ онда тұрған. Иә, болады. Иә, болады. Болады. Бұзылмайды намаз. Ал? Иә, енді балаға қауіпсіздік болмау үшін бұлай оқи бересіз ғой. Онда проблема жоқ онда тұрған. Иә, жатып алады білем ғой. Мен жатып алған кезінде мен былай шамалы үстіне былай оқи беремін, үстіне жатпайсың ғой енді. Қолды шамалы кеңірек қылып, былай сәжде етіп істей беремін деймін да. Енді ол кездерде сәл шетке шығып оқса болады. Болмаса ысырып жіберуге болады баланы ше. Иә, ысырып қойса болады. Бірақ сөйлемеу керек та, бара маған кет деп итермеу керек та, сөйлеуге болмайды. Бір үндемей, ысырып қойып, қайтадан оқса болады. Болмаса сәл кішігірім жылжып жіберіп оқса болады. Ешқандай проблема жоқ. Бұлайнан көп адам сүймей қалады дейді, жаман болған кезде сосын бұлай қарай ысырып айтып дейді да кішкене. Ол кезде қыллаға сәл бұлай қарайды қалады да. Қыллаға жартылай қарайды ғой. Проблема бола береді. Енді біздерді қыбла примерно жаңа жобалап өлшейді ғой. Өйткені біздің әсіресе Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстанда батысқа қарай. Күн бататын жаққа қарайды. Ол азғантай былай тұрған процентте тұрған ештеңе жоқ. Градуста, градус дей ма не дейді? Әжетханаға біз тақиямен кіреміз де үшілуден негізі сол бір кісілер де айтады, әжетхананың аузын жауып қойса тақиясына кіруге болады. Негізі әдебінен, әжетхана тақиямен кіру әдебінен. Бірақ тақиясыз бас киімсіз кіруге де болады. Бірақ әдебі дұрыс. Кейбіреулер айтады, мына жерде бір не болады дейді. Енді естуім бойынша мен нақты білмеймін. Мына жерде бір бар дейді да, сол жерде жын кету қаупі бар дейді да, сондай айтады да. Мен соны мен де естідім, бірақ біздердегі енді бір ұстаздарымыз айтқан жоқ оны. Бірақ біздерге міндетті түрде дәретханаға бас киіммен ки деп айтатын бізге. Бас киіммен кір, бас киімсіз кірме. Бірақ ол әдептерінен. Бір ешқандай фиқ кітаптарында дәретхананың әдебіне
бас киіммен кіру жазылмаған. Ол біздердің кәдімгі әдептеріне жатқызған да. Енді бір ұстаздың несін уағыздан ба тыңдаған екен. Әжетханаға жалаңбас кірген кезде сол жақтан ба сондай бір шоқпармен тұрады дейді жаңағы август белде. Сондай соқты бересің, ол кісіден басқа білінбейді. Иә, сондай нелер бар, риуаяттар бар. Ауру пайда болады. Иә. Сондай нәрсе пайда болады. Сондықтан тақиямен кіргендеріңіз. Иә, ол бір хикмет бар ғой. Өйткені ұстаздарымыз, әйтеуір менің қай ұстазым болса да дәретханаға бізге бас киіммен кіргізіп әдет қылатын. Бас киіммен кіріңдер деп айтатын. Жалаңбас кірдірмейтін. Туалетке. Әжетханаға. Домдар ма? Ештеңе етпейді. Негізі бас киімсіз кіруге болады. Ол қатқаған заң емес ол. Просто әдептерінен да ол. Иә, бас киіммен кірген дұрыс. Дәрет алатын кезде киім бар ғой, мысалы жаңағыдай стибро жасайсың, мысалы ары беріп жүріп, мысалы туалетте болмаған кезде соның өзінде бір кейде қалып кетеді ғой, асығыстық болады, сөзді шығып кеткендей болады. Енді ол жерде іш киімді тазартып отыратын не болады, су бүркіп естетіп түсіп кететін болады. Негізінде сондай бір нелер бар, фиқ кітаптарда бар. Егер сен көп күмәндана беретін болсаң дейді, жеңіл дәрет шығып кетуіне көп күмәндана беретін болсаң, іш киімге су бүркіп қойса болады дейді. Бүркіп қойса күмәнін кетіру мақсатында. Жоқ, су бүркіп қойса, сен ол білмейсің де, ол кәдімгі сіздің неңіз ба, шықты ма, немесе шыққан жоқ па білінбейді, су бәрі су болып тұрады ғой. Жоқ, оған жауап бермейсіз ғой. Сіз өзіңіз сенімді болсаңыз болды ғой, мысалы тазаланғанына өзіңіз сенімді болсаңыз болды, главным. Одан кейінгі күмән ол ештеңе етпейді. Көз жеткізбегенше. Әйел адам дауысы әурет болып есептелмейді, бірақ оның несі сөйлесу жағынан да жаңағыдай не дейді, наз сөздермен дейді, андай сызылып дей ма, назданып дей ма, адамның ойын бұзатындай ондай дауыстармен сөйлеуге болмайды. О жазған зиян жоқ, бірақ жазғанына да байланысты да, ол ойды бұзатын қылып жазу мүмкін ғой. Ол болмайды ол, сөйлеспеген дұрыс. Бөтен бөгде әйелмен сөйлеспеген дұрыс абзал. Абзалым шашын сөйлесуге болмайды бөгде әйелмен, себепсіз. Енді жұмыс барысымен сөйлесуге проблема жоқ. Мысалы жұмыс, әріптесіңменен былай жазып, жұмыс мәселесін сұрап, маңызды тақырыптарды сұрап, оған зиян жоқ оны. Ішің пісіп сөйлескен болмайды ол, әңгіме құрып дөңке құрып болмайды ол, нақты болмайды ол. Ешқандай талас жоқ. Бар ма сұрақ? Намазға қатысты. Әлі өтеміз, намаздың сипаттары дейді, көп бұл тақырып өте. Жұма намаз бар, жаназа намаз бар. Құдай қаласа жаназа намаз жеткенде кебіндеуді үйретем ғой, Алла нәсіп етсе. Қалай кебіндейді, қалай жуындырады. Сол кезде өте белсенді болу керек. Ескертем алдын ала. Иә, ұйымдастырамыз, Алла нәсіп. Мүмкін жұма күні жұмаға ұйымдастырамыз ба? Жұма намаздан кейін. Үйрену керек, әрбір мұмин мұсылман адам білу керек оны. Тек имамдарының жұмыс істеп қараған ғой көбісі. Жоқ, білу керек әрбір мұсылман деген адам. Болды ғой деймін, Инстаграмда сұрақ қойған жоқ па ешкім? Сұрақ бар, бірақ қоя берсін, көрейік. Жауап білсек жауап береміз. Ең көп сауаптар жазылатын дұғаларды айтып жүрсіз. Ой, ол көп қой, санақсыз ғой. Ең дұрысы истиғфар, салауат қой. Ең дұрысы Құран. Намазы сәждеде аяқ көтеріліп кетсе намаз бұзылмайды. Бірақ себепсіз көтерсе бұзылады енді. Бірақ көтеріліп кетсе бұзылмайды ол, еріксіз көтеріліп кетсе. Үш әрекет қой енді, бір көтерілсе бұзылмайды ол, әрекет, үш әрекетте намаз бұзылады. Мағынасын намаздың мағынасына байланысты.
Құранның мағынасына байланысты. Мысалы, сіз жәннати адамды айтып келіп, жәннатты тозақи қылып Құранда аятты шатастырып жүрсең, ол кезде намаз толығымен бұзылады. Мағынасын өзгертіп жіберсе ше. Оқиды. Емізетін әйел намаз оқиды. Емізу дәретті бұзбайды. Емізу дәретті бұзбайды. Түс шығу дәретті бұзбайды ол. Болды дей ме? Болады. Егер бірінші денсаулыққа қарау керек, врачтармен ақылдасу керек, кеңесу керек. Жоқ, енді босанса да, емізулі әйел бола береді ол. Енді ол хайыз жаңағы нифас дейді ғой, енді етеккір жаңағы нифас туылғаннан кейін 40 күндік. О проблема жоқ, ол кездерін оқымайды ғой. Ол кеткеннен кейін баланы емізу 2,5 жыл емізеді, біреулер 1 жыл емізеді. Емізу айтып отырмын, дәретті бұзбайды ол. Оқи береді. Болды дей ме? Бармай тағы. Болған сияқты ма? Бисмилля, алхамдулилла, вассалату вассаламу аля расулилля. Робби зидна ильма, робби зидна ильма, робби зидна ильма. Я Раббим, Аллах Тағала болса, білімдерімізді пайдалы білім болуды нәсіп етсін. Аллах Тағала болса, жамағатымыздың білімдерін осы уақыттарына Аллах Тағала өзінің сауаптарын жазғайсын. Аллах Тағала білім алушылардың әрбір қадамы жәннат бақшалары деген Аллах Тағала осыны жәннат бақшаларын нәсіп еткейсін. Осы біздердің беріп атқан білімдеріміз себепті, жамағатымыздың белсенділігі себепті, Аллах Тағала осы дұғалар себепті, осы Қаратаудан, Талас ауданынан үлкен ғалымдар шығуды нәсіп етсін. Аллах Тағала тіл көзден, бәле жәлелден, әртүрлі фитнадан Алла өзі сақтағайсын. Аллахым, Аллах Тағала осы жамағатымыздың арамызда ауызбіршілік, бірлік ынтымағымызды нәсіп еткейсін. Аллах Тағала осы сабақ беріп атқан барша ұстаздарға, осы сабаққа қатысып отырған барша жамағаттарға Аллах Тағала өзің күш-қуат бергейсін. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азаб нар. Алла разы болсын.